Саламатсыздар, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жай механизмдер, механиканың алтын ережесі. Сабақтың мақсаты қарапайым механизмдердің қолданылуына баға беріп, механиканың алтын ережесін тұжырымдау. Тілдік мақсаттар: төмендегі терминдерді ағылшын тілінде қолдану. Адамның жәрдемшісі. Біздің дәуірімізге дейін заманда адамдар өз еңбектерін жеңілдету үшін әртүрлі механизмдерді қолданған. Сол механизмдердің көмегімен адамның күшінен бірнеше есе артық күш алып отырған. 3000 жыл бұрын ежелгі Египеттегі пирамидаларды салу үшін қажетті тас плиталарды орнына жылжытып, жоғары көтеру үшін жай механизмдерді қолданған. Күшті түрлендіріп, қозғалыс бағытын өзгерту үшін қолданылатын құралдар жай механизмдер деп аталады. Жай механизмдер: көлбеу жазықтық, иіндік, блок, сына, бұранда, жылжымайтын блок, жылжымалы блокқа бөлінеді. Біз өмірлік тәжірибеден білеміз, адам ауыр жүктерді орнынан қозғалта алмайды. Себебі оның түсіретін күші дененің ауырлық күшінен аз болғандықтан дене орнынан қозғалмайды. Бірақ иіндіктің ұзын иіні арқылы көтеруге болады. Иіндік қозғалмайтын тіреудің маңайында айнала алатын кез келген дене. Иіндікті тұрмыста қолдану. Иіндікті тұрмыста қолдану. Көлбеу жазықтық. Қарапайым механикалық қондырғы ауыр денелерді көлбеу бұрышпен жоғары көтергенде күштен ұтыс алу үшін қолданылады. Сына көлбеу жазықтың бір түрі. Бұл призмаға ұқсайтын қарапайым механизм. Бұранда қарапайым механизм цилиндрінің айналасындағы көптеген көлбеу жазықтықтар жиыны. Блок дегеніміз өз осының төңірегінде айнала алатын, шетінде науасы бар доңғалақ тегіршек. Блоктар жылжымалы және жылжымайтын болып екіге бөлінеді. Жылжымайтын блок деп жүк көтергенде айналы өсі не жоғары, не төмен қозғалмайтын блокты айтамыз. Жылжымайтын блокта күштен ұтыс бермейді. Жылжымалы блок деп жүкпен бірге блоктың айналы өсі де көтеріліп немесе төмен түсіп отыратын блокты айтамыз. Жылжымалы блокта күштен 2 есе ұтыс береді. Механиканың алтын ережесі: жай механизмдердің көмегімен күштен қанша есе ұтсақ, орын ауыстырудан сонша есе ұтыламыз. Жұмыстан ұтыстан ұтылыста бермейді. Үйге тапсырма. 3 есеп беріп отырмын, құрметті оқушылар. Сол есептерді сіздер WhatsApp арқылы жіберіңіздер.